Сәлем қыздар, мен бүгін сіздермен осындай өте керемет арахисовый печеньенің рецептісімен бөлісетін боламын. Керекті заттарды описанияға қалдырып кетемін. Менімен бірге міндетті түрде жасап көріңіздер. Ең алдымен орехтерімізді сковородкада қуырып аламыз, қызарғанынша. Осылай қызарып қуырылып шықты. Келесі кезекте ерітілген сары майымызға шайни ложкамыздың ұшымен ғана тұз салып, оның үстінен құм шекерімізді салып, жақсылап миксерлейміз. Оның үстінен бір жұмыртқамызды салып, тағы да миксерлеп аламыз. Енді ұнымызға жарты шайни ложка содамызды салып, барлығын жақсылап араластырып алып, жақсылап жұмсақ етіп қамыр илеп аламыз. Біздің қамырымыз дайын. Енді қамырымызды осылай екі бөлікке бөліп 7-8 мм қылып жайып аламыз. Одан да қалың етіп жасасаңыздар болады, өздеріңіздің қалауларыңыз бойынша. Осылай қамырды жайып болғаннан соң, осылай кесеміздің көмегімен домалақ етіп кесіп аламыз. Және осылай ортасын дөңгелетіп кесіп аламыз. Осындай қалыңдықта болуы қажет. Енді келесі үстінен жұмыртқамызды жағып шығамыз. Қамырымызды қолымызға осылай ұстап, орехтерімізге қолымызбен қатты етіп басып аламыз. Және ол дайын болған қамырымызды пергамент қағазымызға орналастырып, қызып тұрған пеште 200 градуста 15 минут пісіріп аламыз. Бізде осындай өте керемет, өте жұмсақ, дәмді печеньелеріміз дайын. Менімен бірге міндетті түрде жасап көріңіздер. Өте жұмсақ болып шығады. Барлықтарыңызға ас болсын.